ертеде киіз үйді жабу үшін және төсеніш жасау үшін киіз басады екен. Киіз басу үшін киізді қайдан алады? Қойдан. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше киіз басу үшін қойды қырқып алайық. Қыздар, қойдың төлін қалай атайды? Қозы. Дұрыс айтасыңдар. Сендер қандай өлең білесіңдер қой қозы туралы? Кіп-кішкентай момақан, қошақанды ұнатам. Тамаша, қандай ақылды баласыңдар. Ал қыздар, енді осы жүнді сабап дайындап алайық. Киіз басу ерте заманнан келе жатқан халқымыздың ерекше қолөнер түрі. Құр отырмай, текеметті әсемдейік. Өзіңсің шарқыр әсем мәңгі менің, бақытым сен өзге барма менің, аңлық махаббатым шексіз саған, көншегі жүрегімнің бал бөлмегі. Сен қуанып гүл алашым, Сен анам бол, жүрек анашым, саралған бақыт үшін әлемдегі ешбір ана, ешбір бала мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын. Махаббат мейірімі аямаған. Қыздар, қараңдаршы, қандай керемет текеметіміз шықты. Оюлары қандай әдемі. Сендер оюдың қандай түрлерін білесіңдер? Айта қойыңдаршы. Қошқан мүйіз, түйін тапан, бұтан ұйғанат, құс қанаты. Өте жақсы, қандай ақылды баласыңдар.